Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермен. Міне енді аз ғана уақыттан соң айлардың сұлтаны болған Рамазан айы келеді. Алла осы күнге жеткізсін. Бүгін енді біз Рамазанға рухани дайындық деген тақырыпты алып отырмыз. Осы орайда студиямыздың қонағы бар. Таныстыра кетейін. Нұр-Сұлтан қаласындағы Республикалық Әзірет Сұлтан мешітінің бас имамы Ерболат Нұрылдаұлы келіп отыр. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Уағалейкумассалам, қош көрдік. Ерболат аға, енді жаңа айтып өттік, шын мәнісінде бұл мұсылман жамағатының асыға күтетін бір айы, Рамазан айы. Осы жалпы ең алғашқы сауалымды, ораза дегеніміз не? Осы Рамазан айында енді ораза ұстаймыз, содан бастап көрсек. Аса рахымды, мейірімді Алланың атымен бастаймын. Аллаға мадақ, оның елшісі Мұхаммедке Алланың игілігімен сәлем болсын. Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімнің Бақара сүресінде «Я айюхаллазина аману» ва иман келтіргендер. «Кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттақун». Сендерге ораза парыз етілді. Яғни алдыңғыларға, яғни алдыңғы үмметтерге парыз етілгендей, сендерге де ораза парыз етілді. Лааллакум таттақун. Енді міне сендер тақуалық танытарсыңдар деді. Яғни тақуалық таныту. Негізі оразаның негізгі мақсаты тақуалық. Жалпы ораза сөзінің мағынасы араб тілінде ас-саум, өзін бір нәрседен тыю, тоқтату дегенге саяды. Яғни таң сәріден күн батқанға дейін өзін ішіп жеуден, ерлі-зайыптылардың бір-бірімен қатынасынан өзін тоқтатуды ораза деп аталады екен. Жалпы Рамазан айындағы ораза пайғамбарымыз Мәдина қаласына көшіп барғаннан кейін екінші жылы парыз етілді. Пайғамбарымыздың өміріне жіті назар аударсақ, пайғамбар өмірінде 9 рет Рамазан айының оразасын ұстаған екен. Сондықтан жалпы Рамазанның келуі әрбір мұсылман үшін үлкен қуаныш, үлкен бір сауапқа кенелетін берекелі ай. Енді осы көбісі айтып жатады, жалпы оразаға дайындықты ертерек бастау керек, мына шағбан айларында бастау керек деп. Осы айға рухани және физикалық тұрғыда қалай шыңдалған дұрыс? Жалпы пайғамбарымыздың қандай да бір құлшылығына назар аударатын болсақ, бір пайғамбар бізге бір құлшылықтың бір жоғарғы деңгейдегі бір үлгісін көрсетті. Мысалы, 5 уақыт намаз парыз. Алла Тағала бізге таң намазында 2 рәкат парызды, песінде 4 рәкат, асырда 4, ақшамда 3, құптанда 4 рәкат парызды бізге бұйрық берді. Ал бірақ осы парыз намаздарға назар аударсақ, пайғамбарымыз парызға дейін, сонымен қатар кейде парыздан кейін қосымша сүннет намаздарын оқитын болды. Яғни ғұламалар айтады, алдын оқылатын себебі сүннет намазының сол парызға деген бір дайындық, кіріспе дейді. Ал парыздан кейінгі мысалы кейбір сүннеттер болса, сол мысалы парыз амалда бір қандай бір ақаулық кемшілік кетіп қалса, бір соның орнын бір толтыру үшін бір қосымша құлшылық деп түсіндіреді екен. Сол сияқты пайғамбарымыздың оразаға қатысты, Рамазан айына қатысты құлшылығына келетін болсақ, пайғамбар жалпы ережеп айларынан бастап, я Алла, мына бізге ережеп шағбан айларында бізге береке бере көр. Және Рамазан айына сау саламат жеткізе көр деп дұға ететін болды. Пайғамбар ережеп айында көп ораза ұстады, шағбан айында да ораза ұстады. Кейбір сахабалар айтады, пайғамбардың тіпті шағбан айындағы оразасын назар аударсақ, пайғамбар тіпті бір аузын ашпайтын сияқты еді дейді. Яғни бір толыққанды бір ораза ұстайтындай көрінетін еді дейді. Бірақ пайғамбар Рамазан айынан басқа ешқандай айды толық ұстаған жоқ. Яғни сахабалардың бұл жерде айтпақшы болғаны пайғамбарымыздың тым көп ұстауы. Демек, жалпы әрбір адам Рамазан айына дайындықты ережеп шағбан айларынан бастау керек, дайындалу керек. Рухани дайындықтың ең маңыздысы ең бірінші адамның ниетінің дұрыс болуы. Амал қабыл болу үшін ниет дұрыс болу керек. Жалпы Алла Тағала біздің жасаған құлшылықтарымызға, біздің жасаған тағаттарымызға Алла мұқтаж емес. Біз мұқтажбыз. Алла Тағала біздің тіпті істеген ісімізге қарамайды. Алла Тағала біздің жүрегімізге қарайды. Біздің жан дүниемізге қарайды. Жан дүниеміздің тазалығы, жан дүниеміздің шынайылығы. Сондықтан рухани дайындық ең бірінші шынайылықпен, ықыластан басталады. Алла разы болсын. Енді біреулер осы қорқыныш болып жатады, енді ораза ұстамақ ниет болса, шөл қыса, тамаққа шыдамсызбын деген сияқты. Бұл енді нәпсінің қорқынышы ма деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Енді оразаны енді бастаймын деген адамға бір сырттай қарағанда бір қорқыныш бар. Яғни таң сәріден күн батқанға дейін біз ішіп жеуден өзіміз тиямыз.
енді ол адамның да бір пенделік ойын түсінуге де болады. 11 ай қалаған уақытында жеп ішіп, қалаған уақытында еркін өмір сүрген адамның енді Рамазан айына келіп тыйылып қалуы сырттай қарағанда бір ауыртпашылық. Бірақ біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Бұл дүние жалпы қасиетті Құран-ы Кәрим бізге баяндағандай, лақад халақнал инсана фи кабад, біз адамды қиыншылықта жараттық дейді. Жалпы адамның негізгі мына өмірдегі көп қиыншылық көреді, көп сынақ болады. Бір табысқа жету үшін еңбектену керек. Жатқан адамға, еңбектенбеген адамға еш нәрсе болмайды деген сияқты, жалпы сауапқа кенелемін деген адамда еңбектену керек. Ал енді бұл Рамазан айының бір оразасының бір ерекшелігі өте зор. Алла тағала хадис құдсида айтады. Бүкіл адам баласының жасаған амалы өз үшін. Өзім үшін намаз оқимыз, өзім үшін зекет береміз, өзім үшін қажылыққа барамыз. Ал оразаны Алла тағала айтады екен, мен үшін дейді екен. Мен оның сауабын беремін. Мен үшін ораза ұстады, мен үшін жемеді, мен үшін өзі тыйды деп айтады екен Алла тағала. Енді ораза ұстаушы адам осы бірінші түсіну керек, бұл құлшылықты Алла тағала тек қана сізге ғана бұйырған жоқ. Яғни бұл жасайын деп жатқан үлкен бір маңызды бір ғибадатты тек қана сіз жасап жатқан жоқсыз. Бұл құлшылықты миллиардтаған, есепсіз адамдар жасаған. Сондықтан бір адамның істегені екінші адамның жасай алуы ол табиғи. Сонымен қатар осы жерде енді шайтан аздырады бізді. Тіпті бұл бір күн ораза, бір күн бойы еш нәрсе тамақ жемеу. Жоқ, бір күн емес. Бұл таң сәріден күн батқанға дейін уақытта өзімізді шектеу. Болды. Күн батқаннан кейін біз тамақ жеуге бізде толыққанды мүмкіндік болады. Сондықтан жалпы Алланың мейірімінен қуылған шайтан осы кезде жалпы адам баласын көп аздырады ғой. Осы бір таң сәріден күн батқанға дейін уақытты бір құдды бір бітпейтін бір уақыт етіп көрсетіп қояды. Осы жерде жалпы адамның өзі рухани тұрғыда нәпсін өзіне бағындырып тежей алу керек. Кейін тағы да шайтанның бір үлкен бір айласы адамды жақсы ізгі амалға тастап қоймайды. Ертең бұл Рамазан емес, келесі Рамазанда ұстайсың, сен жақсысың деп аздырады. Біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Біз келесі Рамазанға жетеміз бе, жетпейміз бе? Бұл да бір, егер осы Алла тағала бізді Рамазан айына жеткізіп тұрса, бұл да бір Алланың үлкен бір сыйы, Алланың үлкен бір нығметі деп қабылдасақ, жаңағы қиыншылықтарымыз өздігінен өзі жойылып кетеді. Сосын бір маңызды бір мәселені түсінуіміз керек Рамазан айында. Бұл Рамазан айының оразасы жалпы иманды адамға парыз. Кім өзін имандым деп есептесе, бұл Алланың шақыруына міндетті түрде жауап беру керек. Құран-ы Кәрімнің шамамен 90 жерінен аса аятта Алла тағала бізді уа иман келтіргендер деп шақырады. Уа иман келтіргендер. Сахабалардан жеткен деректер бойынша, егер Алла тағала сіз бен бізді уа иман келтіргендер деп шақырса, демек біз үшін, дүниеміз үшін, ақыретіміз үшін өте бір маңызды бір мәселе айтылады дейді. Сондықтан жақсылап құлақ түру керек дейді. Демек Рамазан айының оразасын бізге Алла тағала имандыларға парыз етті. Және пайғамбарымызға бір кісі келіп былай деп сұрақ береді. О Алланың елшісі, егер де мен ла иляха илlallah десем, яғни Алладан басқа құлшылыққа лайықты ешкім жоқ десем, сізді Алланың елшісі десем, намазымды оқысам, зекетімді берсем, және Рамазан айының оразасын ұстасам, мен кіммін, кімдердің қатарынамын деген кезде пайғамбар айтады, минас-сиддиқин ва шухада дейді. Сен шыншылдар мен Алла жолындағы адамдардансың дейді. Демек, әрбір адам жаңағы кім өзін имандымын десе, шыншыл болғысы келсе, Алла жолында жүрген адам дейтін болса, Аллаға тәуекел етіп, бірден оразаны бастап кеткен абзал болады. Енді мына 30 күн ораза енді бір ұстайын деп жатқан жамағат бар арамызда. Сол кісілерге не айтар едіңіз жалпы психологиялық тұрғыда бір қорқынышын жеңдіріп? Жалпы шариғаттың қай бір бұйрықтарына назар аударсақ, ол адам үшін үлкен бір жеңілдік. Алла тағала адамның шамасы жетпеген, күш жетпеген нәрсеге бұйырмайды. Біздің ислам шариғатының басқа шариғаттардан ерекшелігі бүкіл заманға, бүкіл мекенге жауап бере алуы. Алдыңғы шариғаттар, мысалы пайғамбарымыздан алдыңғы келген шариғаттар, олар арнайы бір орынға, арнайы бір қауымға, арнайы бір уақытқа шектелген еді.
олардың шариғаттары өздерінің замандарына лайық болды. Белгілі бір деңгейде ауыртпашылық болды. Мысалы, кейбір шариғаттарда киімге нәжіс тиетін болса, лас нәрсе тиетін болса, ол намазға жарамайды. Сол тиген жерін ойып кесіп тастау керек болды. Оны жамау керек болды. Ал пайғамбарымыздың шариғатында, яғни ислам шариғатында, пайғамбар алып келген шариғатта лас нәрсені, нәжісті жуып жіберсек, ол мен құлшылық етудің еш әбестігі жоқ. Сондықтан жалпы шариғат талаптары өте жеңіл. Алла Тағала біздің шамамыз келмеген, күшіміз жетпеген нәрсеге Алла әсте бұйырған жоқ. Сондықтан себебін жасап отырып, Аллаға тәуекел етіп отырып, Алланың қолдауына, Алланың мейіріміне мұқтаж болып отырып, Алланың атымен бастап жіберсек, Алла бізді қолдайды. Пайғамбар хадисте айтады ғой, қандай бір істе Алланың аты болмайтын болса, Алланың атымен басталмайтын болса, ол іс берекесіз болады дейді, берекесі жоқ болады. Демек, бұл хадистен түсінеміз, Алланың атымен басталса, Аллаға жалбарынып, дұға ету арқылы басталса, Алла өзін қолдап, жәрдем етіп қояды екен. Енді мына оразаға жаңа ниет ету деген бар. Жалпы ниеттің маңыздылығы ең бірінші жаңа Алланың атымен деп отырсыз ғой, соны оның алдында адамның бір ниет етеді ғой, бір оразаға. Жалпы әр күнге ниет ету маңызды ма, осы ниеттің маңыздылығын айтып өтсеңіз? Пайғамбарымыздан келген керемет сөз бар. Иннамал амалу бинният. Әрбір амал ниетке байланысты. Амал қабыл болу үшін ниет дұрыс болу керек. Ниетте ақаулық болса, ниетте кемшілік болса, ол амал қабыл етілмейді. Негізі ниеттің маңыздылығы Алланың разылығы, шынайылық, ықылас. Енді жалпы оразаға қатысты ниет қалай болады? Қанша уақытта біз ниет жасауымыз керек? Жалпы оразаның әрбір кешінде мұсылман адам ниетін жаңартып отыру керек. Мысалы, ең алғашқы ниетіміз сол міне Шағбан айы бітіп жатыр. Ертең ораза ұстаймын деп адам бір ойынан өткізді ме, осы ниет болып есептелінеді. Рамазан айының бірінші күні біткеннен кейін, енді біз ауыз ашып болғаннан кейін, құлшылықтар жасап жатқаннан кейін, ертең де оразаның, Рамазан айының жалғасатындығын, ертең де ораза ұстаймын деп, осы ойды, осы пікірді бір жан дүниемізден бір өткізіп қойсақ, ниет болып есептелінеді. Жалпы ниет ауыз ашқаннан кейін, яғни түннен бастап күндіздің ортасына дейін дейді. Яғни күндіздің ортасына дейін. Түске жетпей, мысалы адам сол түнде немесе таңертең ораза ұстауды, ниет етуді ұмытып кеткен болатын болса, күннің жартысына дейін, яғни түске дейін уақытқа, түске жеткізбей сол уақытқа дейін бір Алланың разылығы үшін бір ниет еттім десе, осы ниеті жеткілікті болады. Жалпы енді ниетті тілмен жасау шарт емес, ниеттің орны ол адамның ішкі жан дүниесі. Енді жаңа ниет деп сұрап жатқаным, біреулер енді білместікпен кейбір кезде жаңағы диетаға отырамыз деген сияқты бір оразаның кезінде осы пайдаланып жатады. Сонда бір айтып өтсеңіз көрерменге, жалпы оразаға ниет ету шын мәнісінде мына Алладан сауабын күтіп деген секілді. Жалпы оразаның бізге берері көп. Бізге берері көп. Ең бірінші бізге оразаның берері Рамазан бұл құлшылық. Құлшылық, яғни ғибадат. Ғибадат дегеніміз не? Алланың жақсы көрген амалы. Яғни біз ғибадат ету арқылы, құлшылық ету арқылы адам пендесі Раббісіне рухани тұрғыда жақындық танытады. Рамазан айы бұл үлкен раббани рухани мектеп. Өзіміздің кемшіліктерімізді, мінез-құлықтарымызда, жалпы болмысымызда қандай бір ақаулықтарымыз бар, жағымсыз мінез-құлықтарымыз бар. Осы жағымсыз мінез-құлықтарымызды жөндейтін, тәлім алатын бұл мектеп. Рамазан айында бір адамда бір ерекше бір қасиет сезіледі, ол Алла мені көріп тұр, Алла мені бақылап тұр деген. Бұл міне қазіргі уақытта Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының негізі көтеріп жатқан тақырыптардың бірі бұл ихсан. Яғни Алла мені көріп тұр деу. Басқа осы Рамазан айында осы Алла мені көріп тұр деген сезім ерекше болады екен. Тіпті сіз естіңіз ба, мысалы бір адамның бір жерге тығылып тамақ ішіп алайын, адамдар мені көрген жоқ қой деп жасырын намаз оқыса, оны жасай алмайды. Өйткені пенденің жан дүниесінде Алла мені көріп тұр, бақылап тұр деген бір ерекше сезім пайда болады. Рамазан айындағы бір ерекше бір қасиеттердің бірі, адам
Алланың ең жақсы көрген мақлұқтардың бірі періштелерге ұқсау. Мысалы, періштелер жеп ішу, ерлі-зайыпты қатынастардан таза пәк олар. Яғни адам сонда таң сәріден күн батқанға дейін осы амалдардан өзін тыйған үшін періште іспеттес болып қалады екен. Біз Алланың разылығы деп ниет жасай берейік, Алла Тағала Алланың разылығы деп ниет жасағаннан кейін бүкіл оразаның пайдаларына беріп қояды. Ал бірақ оразаны артық салмағымнан арыламын, бойымдағы әртүрлі аурулардан тазартамын деген ниетпен ұстауға болмайды. Ораза құлшылық болғаннан кейін ол жерде Алла разылығы деген үлкен шынайылық керек. Енді ораза біздерге парыз етілді. Бірақ енді дегенмен осы Рамазан айында кімдер осы парыздан босатылады? Кімдердің ораза ұстауына Алла Тағала рұқсат берді ұстамауына? Ислам шариғаты әрбір адамның жалпы жеке жағдайына жіті мән берген дін. Мысалы, ораза әрбір мұсылманға ақыл-есі түзеу, балиғат жасына жеткен және жергілікті адамдарға парыз. Ал бірақ адамда әртүрлі жағдай болғаннан кейін кейде ауырып қалады, немесе бір сапарда болып қалады. Міне шариғаттың осы адамдардың әрбір жеке басына назар аударуының бір көрінісі, мысалы, жолаушы адамнан осы парыздың уақытша тоқтатылуы. Мысалы, ораза ұстап жүрген адам бір кенеттен сапарға шығу керек болатын болса, ол сапарда бір белгілі бір деңгейде қиыншылық, машаққат болатын болса, Алла Тағала ол адамға сол оразасын ашып беріп, сапардан келгеннен кейін қалған күнін толықтырып ұстап беруіне Алла Тағала рұқсат берді. Сондай адамдардың бірі ауру адамдар. Мысалы, ауру адамға Алла Тағала оның аурумен қиналып жатқанын көріп, оның қиындықтың үстіне қиналғанын Алла Тағала қаламайды. Сондықтан ауру адам жазылғаннан кейін ораза ұстайды. Ал енді ауруы созылмалы түрде болса, жазылуынан үміт кесілген болатын болса, ол күнделікті сол Рамазан айында жоқ пақыр міскінді тойдырып отыру арқылы өзінің оразасынан құтылуға толыққанды мүмкіндік алады. Сонымен қатар мысалына жүкті әйелдердің емізетін аналар болатын болса, оларға да шариғат уақытша бір жеңілдікпен рұқсат берді. Ерболат имам, енді хабарымыздың да соңына жетіп қалдық. Бір сұрақ қойғым келіп отыр. Енді қорытындылай келе, жалпы бұл ай несімен ерекше, мұсылман жамағаты осы айда нендей дүниелерді көбірек жасаған абзал? Дұрыс айтасыз. Рамазан айы деген кезде көпшілік адамның бірден ойына келетін үлкен екінші бір құлшылық бұл Құран-ы Кәрим. Өйткені Құранның Рамазанмен байланысты болуы, Құран Рамазан айында түсті. Және де Рамазан айында жамағат тарауих намазына асығады. Сіз білесіз, тарауих намаздарында толыққанды 114 сүре басынан аяғына дейін хатым етілуі. Кейбір, мысалы, имам Мәликке ұқсаған ғұламалар Рамазан айында жалпы олар халыққа тәлім берумен айналысқан ғой, әртүрлі пәннен. Ал бірақ Рамазан айы кірген кезде олар бүкіл пәннің бәрін тоқтатып, тек қана Құранмен айналысады екен. Құран ғылымына, Құранға қатысты мәселемен сөйлеседі екен, көбірек Құран оқуға тырысады екен. Құран оқумен қатар жалпы мұсылман адам көп Алладан кешірім сұрауымыз керек. Алладан истиғфар етіп қалуымыз керек. Күнделікті көптеген адамдардың күнәлары кешіріледі. Бұл күнә деген былайша айтқанда адамға бір жабысқан бір рухани кірлік қой. Жалпы адамның күнә жасағаны сырттай көрінбегенмен, адамның ішкі жан дүниесін жейтін бір ласты кірлік деуге де болады. Осы рухани кірліктен тазаратын бір ерекше ай бұл Рамазан айы. Рамазан айының өте бір маңыздылығына пайғамбарымыздан жеткен бір мына хадис жеткізсем, Жибрил періште пайғамбарымызға келіп, мінбарға көтеріліп бара жатқан кезде 3 дұға жасайды. Дұғаны жасаушы Жибрил періште, ал бірақ сол әрбір Жибрилдің айтқан дұғасына әмин, я Алла, қабыл ете көрші деп тілеп тұрған ол пайғамбарымыз. Демек, дұғаның қабыл болатындығына ешқандай күмән жоқ. Сол 3 түрлі дұға жасады, 3 түрлі тілек жасады. Соның бірі хадисте келеді, шақия абдун деп келеді. Бақытсыз болсын. Немесе басқа бір хадистерде рағима анфух деп келеді. Мұрны жерге тисін дейді. Бұл араб тілінде осындай сөз қолданады екен. Яғни Алла Тағала қадір қасиетін жоғалтсын, дәрежесін түсірсін деген мағына ғой. Кім деген кезде мән адрака рамадана фалам юғфар лаху. Кім деген Рамазан айына жетіп тұрып, Рамазан айына келіп тұрып, бірақ күнәсі кешірілмей қалған адам деген екен.
Яғни осындай адам, яғни Рамазанға жетіп тұрып, күнәсі кешірілмеген адам төмен болсын, қадір қасиеті жоқ болсын деп Жебірейіл періште дұға етті, пайғамбар оған амин деді. Сондықтан Рамазан айының әрбір күні біз үшін өте маңызды. Қате жасамайтын адам жоқ, бәрімізде қате бар, кемшілік бар. Рамазан сол қателерімізден, күнәларымыздан тазаратын ерекше ай екен. Алла разы болсын. Өзіңізге шын мәнісінде рухани мектеп дедіңіз. Бұл енді тақуалық айы, сондықтан осы айда жаңағы өзіңіздің айтып өткен уағызыңызға иншалла амал етуімізді нәсіп етсін. Қадірменді бауырлар, бүгінгі хабарымыз осымен тәмам. Иншалла Рамазан айыны тек жақсылықпен өткізейік. Бүгінгі студия қонағы болған Республикалық Азер Сұлтан мешітінің бас имамы Ерболат Нұрылдаұлы ағамызға біз Алла разы болсын, рахмет айтамыз. Жақсы күндерде жолыққанша аман сау болыңыздар.